Ассаламу алейкум азиз әлзелден күлгі сүйген Қарақалпақ халқы уәде етілген сәне уәде етілген орайлық амфитеатр Әзірлер майданы атлы көрік таңлауымызға қош келіпсіздер. Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет Министрлігі, Өзбекконцерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан бөлімі, Нүкіс қаласы әкімлігі һәмде Қожелі районы әкімлігімен бірге өткеріліп отырған Әзірлер майданы атлы көрік таңлауымызға және бір мәрте қош келіпсіздер деп қол шапалақ қошаметімізді қоямыз. Әлбетте бүгінгі көрік таңлау Әзірлер майданы атлы көрік таңлауымыз 2005 жылғы қонақлар һәм зеректер көрік таңлауының чемпионы Жайхон Квен командасы сардары марқұм ұстазымыз Илхам Саймановтың рухларына естелігіне бағышталады. Қол шапалақ қошамет. Жас әулетті рухи жетік етіп тәрбиялау, олардың бос уақытларын мазмұны шөлкеместіру, жастарды көркем өнер, әдебиет, мәдениет тарауына болған қызығушылығын арттыру. Сондай-ақ 2020 жылы 23 декабрь күнгі мемлекеттік қауіпсіздік қызметі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы бастығымен келісіліп, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесі бастығы тарапынан тасдиқланған жастар менен істеудің жаңа системасын енгізу бойынша іс-ілаждар дәстүрінің 29 бәндіне тикар Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесінің 2021 жыл 28 январдағы Қарақалпақстан Республикасында жастар менен істесуді нәтижелі шүркілместіруде мәдениет, көркем өнер, спорт, информациялық технологиялар, кітап оқуға қызығуды арттыру бойынша 5 ахметлі басламаны әмелге асыру һәмде жастар менен істесудің жаңа системасын енгізу хақындағы 15 санлы қарарының орындалуын тәмінлеу мақсатында Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет Министрлігі, Өзбекконцерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан бөлімі, Нүкіс қаласы әкімлігі, Қожелі районы әкімлігімен шөлкеместіріп отырған Әзірлер майданы атлы көрік таңлауымызда көріп тұрғанымыздан жүдә қуаныштымыз. Демек, құрметті меймандар, азиз достар, бәрші-бәршіңізді көп күттірмеген қалда бүгін көрік таңлауымызда, яғни Әзірлер майданы атлы көрік таңлауымызда белесі тұғын командаларды, яғни бүгін сіз асығыстықпенен, сізбенен біз асығыспен күткен командаларды ортамызға мұрат етеміз. Демек, мен қолда берілген тізім бойынша бүгінгі көрік таңлауымызда белесі тұғын командаларды сахнамызға мұрат етемін. Бірінші болып Пегас Квен командасына қол шапалақ қошемет. Мархамат. Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер мәдениет институты Пегас Квен командасы. Қонақларым зеректер көрік таңлауында өздерінің әжайып әзірлері менен, өз ықыласпентерінің жүректерінен орын алып жүрген екінші команда Үстүрт жұлдызлары командасына қол шапалақ қошеметтер. Үстүрт жұлдызлары. Бердіқ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті Мастер Квен командасы мархамат сахнамызға. Қонақларым зеректілердегі ажайып жігітлер менен бүгін сахнамызда қала берсе сіздердің кеуіп-кейпиятыңызды көтеру үшін және бір команда Бес қала Квен командасын сахнамызға мұрат етеміз мархамат. Нөбеттегі команда Өмірбек Лаққының елі Шымбайды Шоманайға көшірген бүгінгі көрік таңлауымыздың әжайып күлкі ұсталары Шоманай Квен командасы сахнада. Мархамат. Рахмет. Мархамат, ендігі ең соңғы команда. Әлбетте бұл командада ойнайтұғын әрбір КВНшік, әрбір күлкі ұсталары біздің ұстаздарымыз есептанады. Әлбетте күтіп аламыз қолды сақ. Қолы шапалақ қошеметлеріңізбен ортамызға Қаратау Квен командасын мұрат етеміз. Мархамат. Құрметті әзиз достар, Әзірлер майданы атлы көрік таңлауымызда бүгін сахнада және бір команда бар. Әлбетте бұл төрешілер құрамы.
Сіздердің рұқсатыңызбенен мен бүгінгі төрешілер құрамын таныстыруды бастаймын. Демек, бірінші төреші Қырғызстан Республикасы мәдениет министрі бірінші орынбасары Икрам Абдыкаликов. Қожелі районы хакімі орынбасары Құралбай Сейтмұратов. Нүкіс қаласы хакімі орынбасары Жолдас Абдыжамилов. Бүгінгі төрешілер арасында эстрадамыздың ажайып өкілі соңғы уақыттарда өзінің хит қосыларменен өз ықыласпенділерінің жүректерінен орын алып жүрген Арипай Аланиязов. Демек әздер бүгінгі рахмет. Бүгінгі төрешілер құрамы баслығы Өзбекконцерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан бөлімі баслығы ұстазымыз Бердақ Қалибеков. Демек, құрметті меймандар, әзиз достар, бүгінгі көрік таңлаудың бағдарламасы яғни 3 шарттен ібарат. Бірінші сәлемнама, екінші сұрау жауап, әмде үшінші музыкалық үйге тапсырма. Бәршіңізге үмітлеген халда бірінші шартке старт береміз. Бәршіңізге көңіл кейпет, настроение көтерейікші, серьезный бола бермей. Бәршіңізге үміт яр болсын. Демек, әзіз достар, әзілдер майдан атламасындағы көрік таңлауымыздың бірінші шарты бұл әлбетте сәлемнама шарты. Сәлемнама шарты аты бір көрісіп алайық. Бұл шарты har bir команда театрластырылған көріністері арқалы өздерін юмор сатира арқалы таныстыруы тиіс. Қарсылас тарапқа hürmet ізет сақлаған халда сәлем жолдап құттықтауы керек. Уақыты 8 минут, максимал балл 5 балл. Масқаралау һәм ұнамсыз әзілдерге, әрекеттерге 0,5 балл жарима салынады. Демек, көрік таңлауымыз басында бірінші шарт бойынша мен сахнамызға Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер мәдениет институты Пегас Квен командасын шақырамыз. Мархамат. Соған қарағанда бұлар 40 миллионды кешердің ақшасына шығарып алacak. Мына құрметлі қызлар, біздің түріме бір 4 секунд қарап тұрыңыз. Қалай, жігітлеріңіздің красавчик екенін сездіңіз бе? Жаңа қызлар, енді менің түріме 4 секунд қарап тұрың. Қалай, жігіттеріңіз ұнамай қалды? Санжар, не қылыштайсың вентилятор ұстап? О, күн ыбыссы. О, адамның бәрі ысылап атыр. Ысылаған адамға күлкі сияма. Сіз самалап шығып атыр ма, хазет күліп отырсын деп. Бір вентилятор ешкімге жетпейді ғой. Жетпейді ғой. Әне, хакім көбігі ма? Мен актуальный теманы қозғап атыр ма? Амфитеатрдың әр бір мүйішіне кондиционер қойып берсін. Амфитеатрға кондиционер қойған пайдасы жоқ. Үсті ашық амфитеатрдың. Әне, қайттан бір актуальный тема. Амфитеатрдың үстін жауып берсін шепірлап. Сонда нәмнаған үсті жауып театр болады бұл. Дұрыс. Тазадан соғылған домлардың шифры ұшып атқанда амфитеатрдың шифры ұшпайды деп кім гарантия береді? Әне, енді сен актуальный теманы қозғап тұрсың. Асад!
Ajnaz ağa deyishmish? Ajnaz ağa? Ha, kim o Ajnaz ağa degan? Ajnaz ağa geldi. Ajnaz ağa öz hatırında gayratlı. Arslanday aybatlı. Yolbaşday. Ay, bir adamga tegishini o'zdirmedi. Ajnaz ağa özü karatist, özü штангист, özü kulturist. Voy, o'rtam shu ketansiz. Alışver. Bundan ne yaptınız? Ya valla. Bu bize жаңа kubukta alamiz deb kuyib pisib tayyorlab yuribmiz va? Aha. Bu aludun almasini cho'g'im biladigan. Qanday? Because James, what you know, what did you got? Ne, no. Ne diysen James? Gelip kalan benim Gaza. 40 milyon ver bana. Onu kendi sorayda kalmayız. Qarabaqcha olib so'rayaptimi? Qarabaqcha tushunadi. So'rayman. Qarabaqlashib ketdingmi? Onda urib beraylik bugan. Qanday urib beramiz? Oh! He? Qara bo'yindiga urib beraylik. Ama bu yerga qalay kelib qoldi? Bilasizlar, yaqinda Mo'ynoqda festival bo'ldi ya, Stina degan. Сол festivalga kelgan, sodan qalib qo'ygan bular. Mo'ynoqda bo'libdi sixiya, Hop! o'zi bo'libdi uyatsiz voqea. Екі аяqlab kelген turistler, hey, to'rt аяqlab qaytdi masxara. To'yimizdagida shunday yaxshi kayfiyatda davom etadi qarang o'zlar. Ağa, onu qo'y. Mana bugun kuchli komandalar kelgan. Kuchli komandalarga kuchli tura olishimiz kerak. Yo'q, ketdi. Ketdik! Choose your destiny. Flawless victory. Sınmaydı o kadar gelmiş. Panayip gelmişler qo'y. Panayip gelmişler. Sındıramaysiz bizni. Reklama qalay ketdi berdaga. O'sha uyimda yigit tashib bor. Olay bo'lsa, mana balalarning Nukusga kelib birinchi marshutchi ag'aylardan o'rganib olgan so'zni men boshlaymiz. Yakin Gaza. Kulüge gelgen imalarga және bir marta. Assalomu alaykum. Ko'ramiz, bizni dastlabki ko'rimiz qattiqa tarib qolgan mektep. Zvanok qashqaganmi? Ko'ramiz, Qurban hayitda so'ylashab qo'ydim, ishga sezma. Meni so'yib qo'ymag'ayda bugun. Meni so'yib qo'ymag'ay. Meni so'ymag'ay. Qaysini so'yamiz bular? Mine bunani so'ya. Nega uni? So'layotgan qo'y, eshitdingmi? Shunbaydi, shanqqa. Moskvishlar hozir stoyanka ketishadir deysiz.
Негізі бізге 4'те тұрғымыз керек еді. 4'тен 15 минут өтті. 15 минут далаға кетті. Құқығымызды талап етейік. Нызам алдында үлкен болсын, кіші болсын, бірдей. Сұрға беру керек оларды. Міне тәрбиеші ағаң сықылы. Ерман қара, негізі мынау тәрбиеші емес. Қарауға филология бітірген мынау. Кетті білесің бе? Менің бәрін білесіздер. Ана Фатима бана айтшы, пенсияға шығып елесіне отыр ғой сол. Ана кәшемің сықылы 2017 жылға біткен білесің бе сен? Артынан беріп көсене аласың. Суыққа беріп жіберіп көз сені. Жұмыстан шығамын мен. Кетті ма? Қарауыл келді ма? Келді. Онам жұмыстан шығарам. Көреміз, шет елде қызы үйіне кешек кетті. Таңғы сағат 4. Қайықта ұшты, маңнан жарылмас, келсін асыр. Қайықта ұшты. Қызлар мен азанға дейін дискотекада болып ем. Бар, орныңа кіріп жатпа. Тап осы жағдай біздердің қарекеңде болса қалай болады? Ең қызық жері қызы 2 минутқа кешіп қапты. Араласпайсыздар, маңнан жарылмаңыздар. Араласпайсыздар. Өлтір. Атаң әленеттің қызы 2 минуттан бері қақта үстсек. Машқпан баба! 2 минут бермей 2 минуттан бері? Ай қызым, 30 секунд кеш, 1 минут кеш, 2 минутта кешігім адам. Содан кейін баялама сені, я? Қоңсы, өзім сөйлесемен, шешемен өзім. Шешіп алғымызын, ерімім шеlemейді мен мынандай жағдайларға. Болды, бар орнына кіріп жат. Там атсын, азаңғы салқын менен байға берші беремін мен сені. Рахмет. Енді жаңағы 40 миллион темасына айтайық, 40 миллионды алсақ біз не қылажақпыз? Бізде командамызбен ойластырып, қайырқомдық жұмыстар істей жатпыз. Сол жетіспеген жерлерге сол 40 миллионды алып, сондай жұмсаймыз деп ойлап жатырмыз. Қалған 39 миллион өздеріңіз бөлісіп болмаймыз. Рахмет, сіздермен бірге болған бүгінгі сахнаға жақсы ниетпен шыққан Пегас Шоу! Davom etamiz azizlar. Hazillar maydoni atli ko'rik tanlovimizdan birinchi bo'lib o'z o'yinlarini ko'rsatgan Pegas Kven komandasina және bir marta qo'l chapalaq qo'shimchalarimizni qo'ying. Bugungi ko'rik tanlovimizda ikkinchi bo'lib o'z o'yinlarini ko'rsatuv uchun o'rtamizga Usturt Yulduzlari komandasini murojaat etamiz, marhamat. Бұл жігітлер қартайса да квенді қоймай, өткен ярым финалда ұтылса да күреске тоймай, 200 километрді басып кеткен команда бұл Usturt Tigers. Ассаламу алейкум, нөкіс жастары! Қожелі бар ма, қожелі? Так, кегейлі бар ма, кегейлі? Кегейлі, бүгін сілерге селектор жауып қайта бер. Не айтып жатсың, селектор емес қой мынау? Селектор емес пе? Иә. Қайдан білем, мына ақсақалар әкімдер жиналған болса селектор деп ойлай беремін. Мынау бүгін хәкімдер кубогы, әзілдер майданы, Устurt жұлдыздары майданға шығып келдік. Яқшы, дұрыстаймын әзіл. Устurt жұлдыздары майданлап келдік. Болат аға, сахна бұл, сахна. Сахна, яқшы. Устurt жұлдыздары сахналап келдік. Ой, мынау. Яқшы, білемен, яқшы. Бүгін біздермен қайсы командалар майданға шығacak? Сахнаға шығacak, Болат. Яқшы, сахнаға шығacak. Қайсы команда? Қаратау? Қаратау бар ма? Яқшы, ойыннан кейін орып аламыз, яқшы. Болат аға, команды. Болды, команда өреміз ғой. Айтпақ Шоманай бар ғой. Шоманай. Так, Шоманайда кім бар ойнайтын өзі? Шоманайда жігіттер бүгін Бахадыр ағаның өзі ойнайды екен ол. Бахадыр ағаның өзі? Ақша деген не қылдырмайды,
Сіле қайсы қадыраған айтып отсыз? Қадым анам. Қой астағфиралла, ол емес. Бағадыр Құтылмұратты айтып жатырмыз ғой. Бақаға жуыды айтып жатыр екен. Кәдімгі бақа. Ауа. Кәдімгі. Солай. Ауа. Оны мен күшік уақытынан білемін ғой. Ол біздің бірәшікке баяғы ізімізде жүреді. Деп жүреді ізімдемейін. Болада, соның күшік кезінде талап тастамаған екен сенге. Қаяқтан білейін бұнда ит болып кететін оның. Адам болмайды ау. Жігіттер, қой ондайды, командаларды айта бермей. Неге? Ойындан кейін үстімізден күліп деп жала жауып жүреді. Не қылады дейді? Жала жауып жүреді ойындан кейін. Оны айтты ғой, жала деген жаман зат, жала деген жаман зат. Айтап сол айтпасақ айтпай ақ қояш. Неге? Бизар болдық қой, жала деген. Болада, жала дегеннен келіп шығады ау. Мұратбек небілері. Ақшам хам замана көй. О, не байласы? Реклама ғой, реклама. Жала, о жала қылмайды, о әрі көвенді түсінетін адам, бір көвен туралы сөйлесін де, бір көвен. Яқшы, көвен дегендей, көвен сондайры ойжылан бұратыр, әттекімді хакімдер итбар беріп атырады. Дұрыс айтасың, дұрыс. Хакімдер көвен ойнаса қалай болады екен, ә? Қызық болады ала, хакімдер көвен ойнаса. Қалай болады? Мынандай болады. Ал енді рахмет, мінеки жастар біздерді қолап қуатлап жатырсыз, мінеки Бозатау жастары, мынау Кегел ме? Кегейлі жастары, рахмет, Құдай қаласа сіздердің асфальт береміз, сіздердің суыңыз водопровод тартып береміз. Әлбетте бұның бәрі әзіледі. Көвендегі жақсы деген ғой, уәдені беріп, әзілдеп құтып кете бересің. Сол хакім дегеннен келіп шығады ау. Мұратбек небілері, ақшам хам замана көй. Қойғыршы, Сұлтан. Неге айтып отырсың ғой? Енді мына Бердіаға бағана әуетті айтып еді ғой. Не деді? 40 миллионда алалас па, ала алмайсыз ба? Онда мына қойындерді мақтан, реклама қылын. Бір-екі сом пұлыңызды беремен деп еді ғой. Ақша не жақта? Әрқайсыңызға 2 миллионнан береді. Онда кәбен жинастыр ғой, рекламаға өтейді. Рекламаға өтеміз. Мұратбек мебелері заманауи һәм қолай. Қалай нормально? Болата, оны жақсылап беру керек та. Қандай? Мынандай. Мұратбек ағамның мебелері. Ақшамнан заманауи. Жігіттер, менен бір айтайыншы. Айт. Мұратбек ажағамның мебелері. Асас хан сыпатлы. Мұратбек аға дегенге ұруы қандай Мұратбек аға? Қолданды ғой. О, мен дайым екен ғой. Айтшы дайымды. Мұратбек дайымның небілері. Құлай хам ықшам. Қау, мен қап қойдым ғой. Берке, жақында, мына бір реклама қылайық. Мұратбек қызлары заманауи һәм қолай. Ең бастысы спальнимен өз үйге барады. Демек, олай болса, бүгін Мұратбек мебелерін көкілерге көтеріп шыққан команда. Бұл Мұратбек жұлдызлары еді. Өстір жұлдызлары болды. Біз кеттік! Үстір жұлдызларының атынан және бір мәрте ассалаумағалейкум Қарақалпақ халқының күлкі сүйер жастары. Біз өз көріністерімізді басылаймыз. Әлбетте Қарақалпақ халқында нақыл бар. Олар бала 5 жасынан белгілі хакім болуы деген. Мархамат, бізде кейінгі көрініс, шаңырақта бала тәрбиясы көреміз. Ағасы? Қақтасыз? Ауны өкпе балаңызға қарасаңыз болай ма? Балам хакім болады деп айтасыз. Ауана көшеде асфальт жеп отыр ғой. Асфальт жеп отыр? Ауа? Бермәнде? Балам, мен саған айттым ғой, бірден асфальт жеме. Бір жерде ашылып тұрады оның. Хакім болатын адам асфальт жемейді. О, асфальтты құрады балам, түсіндің бе? Мемлекеттік дәстүр бойынша жас шаңырақтарға жай беріліп жатыр. Әлбетте хакім тарапынан
ең қызығы фотограф кешігіп жатыр екен. Мына фотографлардың қайықта келе ме өзі? Хакім басымызбен күтіп тұрмыз ғой. О, жаңа звонок өтемін, аз келемен деп еді Ақсақал. Келатыр екен, күтіп тұра қояйық, Күтемін. Бүгін бұл жылды 10 жыл күттім ғой. Яқшы. Не ғой? Өзің телефоның бар ма? Телефонмен түсіре қойса? Ақсақал, өзір енді мына мегапиксель қасиетті бізгінің. Енді нормальный көбірек мегапиксель алмайсыз ба енді? Яқшы, өзір енді кіреді алып жүреміз Ақсақал. Қолың үйіп қалмады ма? Үймады. Бүйтіп көп уақыт тағымның үстін қолын ұстап тұру мен үшін арман еді. Яқшы, азғандай ұста. Сағат неше болды? Сағат 6 болды. О, Ақсақал. Жұмыс уақыттан болды. Қазір мына ел қызметінде газетке құрады. Қайта қояға. Ой, қайта. Қайықта жүрсен сені? Тойға шығып кетемін осы өткені. Той мен сен хакиметтің адамсың ғой. Беретін айлаңыз 1 миллион. Яқшы, түсір. Мархамат, бізде кейінгі көрініс. Нөкіс қаласына бірінші мәрте келіп отырған ағамыз автовокзалда. Көреміз. Салбайдым. Не ғой, бұрша сұрайын деп енді. Не ғой, мына 23-ші маршрут қайқа барады? 23-ші микрорайонға барады аға. 23-ші, 26-ші маршрут қайқа барады? 26-ші микрорайонға барады аға. Мен түсіндім. 35-ші майға барады екен ғой, онда. Гарантия. Әлбетте бұның бәрі. Қазір еді. Міне бүгін жігіттер кібенді өткеріп атқан міне Бердіғаға рахмет міне. Жастардың уақытын мазмұнды өткеріп, Дұрыс. жастарды бірлестіріп, не толық жастар, әкімлерді бірлестіріп міне кібен өткеріп жатыр. Дұрыс айтасың. Дұрыс, мінеке, расында да Бердіғ досымызға рахмет. Мінеке, Бердіғ нағыз бір заманның адамы да, бұл не? Молодец, заманның адамы ғой бұл. О, әкімнің адамы ғой. Сен түсінбей жатсаң, мен заманның адамы деп атпан да? Ау, кеше өзім көрдім көзімменен. Ол әкімнің адамы Полат аға. Яқшы қой. Берді аға өзім сұрап қайтайыншы. Сора қане. Берді аға туғызылайдың кімнің адамыз? Халықтың адамы. Олай болса, халықтың арасынан, халықтың адамы Бердіғ Қаллебековті көкілерге көтеріп шаққан команда бол Үстірт Жұлдыздары! Біз нөбеттегі команданы сахнамызға барат етеміз. Мархамат, күтіп аламыз қол шапалақ қошеметтерменен ортамызға Мастер Квен командасы. Мархамат. Сахнада Қоңырат районы Қарақалпақстан поселкасынан келген Мастер. Sözümde men bastayın, ақырына айтып тастайын. Менің атым Дичи Азамат, бұл рэп сендерге арналат. Есіктің келмесе тастаймын, тырналап көшелерде жасаймын. Бірдеңе десең сындырып тастаймын, батыраттан мен қашпаймын. Ай, негізі 1 миллион 25 мың деген жабырау. Тем более бізе ойнап атқаннан кейін. Ешік бейгасан бар. О, мына Қарақалпақиядан келген диваналардан Ассалаумағалейкум! Жігіттер, менеге 2 әкім қосып, мош егіп кімен беріп атыпты. Молодец, бұларға гап жоқ, дұрыс деп атыпты мен. Дұрыс. Дұрыс емес ал сол. Негізі бір әкімнің істейтін жұмысы ғой сол не? Құрметлі басқа районның хакімдеріне бір айтып жіберейін мен. Олжас, берді басқа районның хакімдері жоқ. Неге жоқ? Себебі олар мына 2 әкім көре алмайды да. Қолыңасы жігітлер, растан ақ, мына 2 әкімге молодец. Қосылып кімен беріп атыр. Бұл 2 әкім және шора бір-бірімен. Араларынан қыл өтпейді. Дәке, араларынан
басқаларынан құл өтпейді десең, нән Әмудария өтіп тұр ғой. Енді солардың достығы бұзылмасын деп Әмударияға су бермей қойды ғой. Жігітлер, білің мен хакім деп атырсыз, негіз хакім болуым аңсат емес ау. Неге? Енді я дипломың туыр бермейді, я тіл білмейсең деймін. Біздер Қоңырат районы Қарақалпақстан поселкасынан келгенбіз. Дұрыс. Өкістен 500 километр ұзақта. Сонша жақта мына команда қалай түзіліп қалды деп ойлап отқан шығар. Сенің командамыз былай түзілді. Мінекей. Сағаттан үзілді. Құрметті ауыл тұрғынлары, жақында Нөкіс қаласында хакімдер кубогы бөліп өтті. Сол кубокқа ауылымыздың атынан бір команда шығарып баруымыз керек. Кім барады? Мен барайын. Неге баруым керек? Мен 3 айдан бері хакіммен жолыға алмай жүрмін. Осы раз проблеманы айтып алайын мен. Болды, айтасың. Және, Мен барайын. Тоқта, мен барайын. Неге? Кеше сатып қайтамын ғой. Тек бір адам. Стоп. Мен бармасам болмайды ау. Неге? Енді хакімнің көбік емес пе? Ауа. Мен баруым керек қой. Енді хакім емес пе мен? Командамыз осылай түзілген. Ал енді мына хакімлер қалай кубок шөгілместіргені көпшілік білмейді. Ол енді ол хакімлер кубокты былай шөгілместірген. Қане? İşimiz kötü o. Ay Udik, Ау жеңгі. қасында 30 миллион не бар ма? 30, бірақ машында бар, қасымда жоқ. Бар ма? Бар, о, тыныштық. Қалай 30-30 шығарып күйбен берейік. Сөйтейік. Тап соны естіген басқа районның хакімдері. Ай, мыналардың іші пісе ме, я? Соғы. Неғі жұтты деймен әкелем бе? Қылатын талабың жоқ па деймен, ә? Соғы. Оң орнынан астайыңды тезек біткен шеш деймен, ә? Оларды қойса, ана купонды қойып кетіп кеткен. Ай, оларды қойса, ана купонды қойып кетіп кетпеді ме? Яқ, мына сағат үзіп кетті қалады. Енді мына адамдарым хайран қалып жатқан шығар. Мыналар соншы жақтан кетіп, неге хакімге жабысып жатыр, неге саясат айтып жатыр деп. Дұрыс. Олар біздер ол саясат айтқаннан, хакімге тиіскеннен қорықпаймыз. Себебі олар көп болса біздердің жұмысымызды алатын шығар. Бізде жәмеспенге жастар емеспіз бе? Ауа. О, жұмысымызды алады дейтін біздердің жұмысымыз жоқ. Дұрыс. Дұрыс емес пе? Жұмысымыз жоқ қой. О, сенің жұмыссыздығының болма бұлардан хабары жоқ жұмыссыз деген. Әне содан кейін айтып кеткен ғой, аспан арбалы қоянға жетеді деп. Шын болады, ол нақылды мінеге дым байланыс жоқ қой. Енді басқа нақыл мақалы жоқ қой, жұмыссыздық бойынша. Әй жігіттер! Күні мені хакім деп атақ. Хакімдер қояқта. Сіздердің кіменді бақалайтын міне жөрелер ғой. Жөреле мен оны. О, Бердақ аға. Бердақ аға біздің тайы. Тайы. Жолдас Әбжәмил. Менің жездем. Сол асы мына жөрелердің бәрі менің ағайден туысқандарым. Дәурен, ауылда бірінші орын біз етті дейсіз? Я. Ортада ақша тұрғанда ағайын пағайыншылық кетпейді. Әмменің хабары бар, бірінші орынға 40 миллион сом ақша қойылған. Дұрыс. Енді көз алдымызға келтіріп көрейік, әмме команда бірінші орындап кетсе қалай болады? Қалай бұл? Жеңгі? Бұдан бәрі бірінші орын алды дейді ғой. Утик, машинада 90 миллион не бар ма? Машинам сатамыз ба деді. Сөйтем зау деймін ау. Тап соны естіген басқа районның хакімдері.
Soy adamı. Taşıyan şöyle bir dimende ne yazsan o? Ол 60 миллион экспект кеткенде бай кетеді. Vay vay deşiş vay vay! Al жігіттер, ей күнімен жюри деп атсыз ғой. Берді аға, біздің ауылдағы Сәнеш апа сізге сәлем айтып жіберді. Атыздан таптан шығып барадықты дейді. Сонда ол не деген енді? Білмеймін, сөйтіп айтсам өз түсінеді деді ғой. Короче, суғару керек. Олай болса, біз өз көрсемізді, біздер ауылдан амфитеатрға бірінші мәрте келгенде ойымызға деген гәппен басылаймыз. Я мынау түйеға моған нық кететкен е. Evet кетті! Мастер командасы өз көріністен бастайды. Біздерде бірінші көрініс. Хакім стоматологта. Ал, әкім аға, сіңнің бұл омысын бәріміз қалдым. Енді 2 сағатқа шығып 5 сағат жүрмесең ішпейсің. Не қыл дейсің? 2 сағат 5 сағат жүрмесең. Оған гарантия бере алмаймын қошым. Let's get comfortable. Let's get comfortable. Devam etemiz azizler. Hakim temasından uzaklaşmayız. Hakim şüpheyini цехта. Ey ahmak, zekalarının balanı kırık baslamaz. Hakim аға, айлықты 40-тың. Жұмыс орынларын 40-тың. Еріне мен бұған налогтың көтерілген қоспан. Болмаса мынау. Әлбетте достар, бұның бәрі әзіледі. Біздер шарт соңында бір нәрсе айтпақшымыз, адамның денесінде 2 домалақ орган болады. Біреуі ойлану үшін, біреуі отыру үшін. Мақсатқа ерісудің де 2 жолы бар. Біреуі баспенен, қоласымызда қайсы жолмен болса да мақсатқа ерісеміз. Рахмет. Сіздермен бірге болған Қоңырат районының Қамбастан поселкасының мастер командасы! Әзілер майданында өзінің ажайып стиліменен сахнаға шыққан Қоңырат районы Қарақалпакия поселкасына және бір мәрте мастер командасына қол шапалақ қошеметтерімізді сұрамыз. Әзіздер, біз давам етеміз. Әзілер майдан атламасындағы көрік таңлауымыздың нөбеттегі сахнаға шығу алдына таяп тұрған команда. Сіздердің қол шапалақ қошеметтеріңізбен әлбетте сіздердің көңіл күйпиятыңызды 104 дәрежеге көтеру үшін 5 халаквен командасын мұрат етеміз, мархамат. Екі әкім ақша шығарсып, күмен беріп атыпты. Орақ балғаға 2 адам. Әкімдер, ақшаңыз көбейіп кетті ме әлі? Suğa kelgen komandalar. Bugün bizler sizlerde. Hakim deysen ya. Keşe 2 hakim çağırıp aldı. İslam kıvem var dedi. 3 orunға қойғаным бар dedi. Bir қойғанымды ала қойың dedi.
жігіттер, жеп ішіп қойып. Қойсайын! Сонша әкімлер қойғанда сен қоймайсың ба? Мына күвенге Мұрат деп мебель спонсор екен. Соны бір реклама қыз берейік. Мына стол соңғы ал. Зам әкімдер жюри дейсің. Юрилер. Мысалы, мынау Қожелінің зам әкімі Құралаға. Мынау эстрада қосықшысы Әрепбай Алланиязов. Осы қосықшылар күвенге араласқан қашан қояды екен ай? Мынау Нөкістің зам әкімі Жолдас аға. Мінекей мәдениет зам министр Икрам. Икрам, мәдениет зам министр болып кетті ме? Шаппаттай балалар, иә? Өзбек Навалының басылығы Бердақ аға. Сонда берді ең сүмелек Бердақ болып тұрған иә? Бердақ аға сізді сүмелек деп атыр, өл аға. Зам әкімі ешкап. Хакімлерге болып отыр. Хакімлер келген бе? Ава? Хакімлер келген болса, проблемамызды айтайық та. Өзі сол проблемадан шаршап демалайын деп келген адамдар олар. О шаршап жүрген проблемасы, өзінің проблемасы. Біздер өздеріміздің проблемамызды айтайық та. Құрметті хакім аға, мен 22-ші микрорайонда тұрамын. Менің комнатамдағы резеткенің істемей қалғаны 2 апта болды. Хакімет Жарып кетеді ғой сондайды қай? Ассалаумағалейкум, мен Қожен районы Құмыз ауылы бұқарасымын. Кеше телефонымды зарядке қойын 15% деді. Азанға дейін толмаған. Хакімет неге жұмыс істемейді? Қарамайсыз әкімет сондай затқа. Мысалы мен кегенің тұрғынман. Менде бәрі нормально, мен отыра білемін. Хакім аға, менің балам 2 айлық, 2 айдан бері анасын ем алмай жатыр, анасынан сүт шықпай жатыр. Хакімет қақы қарап Жаду? Хакімет сенің сүтіңе дейін қарамайтын жады? Негізі хакім аға халыққа бар сүтті беріп қойды. Просто мына саған құсағалардан жолда іркіліп сүт тақанша бармай жатыр. Мынау мысалы жәмілеспеген жас жаңағы. Осының бәлдігін тәмелеу керек. Тоқтан! Менің жәмілеспеген жас бар. Менің бәлдігін кім тәмелейді? Сен мынандай қыл. Ертең домкомға бар. Сөйтіп домкомың саған үсерде тұрады, жасайды деген справка береді. Сөйтіп оны алып 60-ға мінесің. 60-ға мінесің де хакіметқа барасың. Сөйтіп бір мұртлаш мощный кісі күтіп алады да сені. Сөйтіп ол кісі саған бір жоллама береді. Сөйтіп бір айнаға барасың. Жолда газбада ішіп ал. Сөйтіп бір айнаға барғаннан кейін саған бір сертификат береді. Сол сертификатын ұнауы шешілсе, банктен кредит алсаң болады. Сонда аға жаңалар бәрін істесе мен бәлдігін тәмелене ма? Білмейме, әйтеуір 3 ай сонымен бәлтіп жүресің ғой. Құрметті хакім аға, жәмілеспеген жастарға дәптер ашылғанда жастар дәптері деген. Ілтимас мен соған қосып берейінші. Мен қатты қиналып жүрген мынау. Қиналған сол дәрежеде үйдегі каптивама бензин құюға болмайды. Күргінші. Кімжа, хакім аға, мені қайналар дәптеріне қосып берін аға. Ақмақ сен еркексің ғой. Қайналар дәптеріне кіріп көрек ішінде кім бар, кім жоқ. Қалима жоқ.
Hakim ağam men bagana kelgenin bala sen. Bakın. Bizning yigitning qizi menda normal bari. Hakim ağa bir avuz depterim yok mu? Kurub o'tqash biz taraf kirib o'tiray. Hey! Militsiyaga yatırın! Onday bo'lsa kuni men siyosatni aytib bizlar buna yegumen ketdik. Biz qalanı tanı var. Tanı. Biz qalan. Hazır kunde hamma zat ochret bo'lib ketdi. Marhamat ko'ramiz, Shangaroqda bo'lgan voqea. Assalomu alaykum. Va alaykum. Men mamlakatlik xizmatlar o'raymanman-da. Siz balangizni baxshaga ochretga yozdirib berdingiz. Al, qancha жаңалық. Сол balangizning ochreti keldi. Xudoyning o'limi. Ochretda turgan balam hozir videosida 3-ko'rim. Hammamiz ochretdan kuyib yursa dedimi? Davom etamiz, ko'ramiz, hamma rayonlar bir yerda saboq o'tsa qanday bo'ladi degan. Tak, hamma rayon keldi-qo'y ya. Tak sen tur o'rnidan. Qaysi rayon? Aytur hammaning nazar salon qarab o'tirib. Ay, rayonlar hamma mаған qaraymiz. Ay, hozir qaraymiz-ku, rayonlar. Shumay. Shoshilay bilmaysan? Qaysi rayon? O'ynab qo'y. Mo'ynoq. Peshegi Stefiyadan keyin saqal hech kimning qarog'i beti yo'q. Tak, hurmatli rayonlar, bugungi o'tlayotgan temamiz bozor ekonomikasi. Yozib oling, yaxshimi? Hozirgi kunda bozor ekonomikasining keskin tushib ketuvine байланысты muallimga qolib ketdim-ku. Qayerda? Ekonomikadagi yerda. Qaysi rayon? Taqo'ko'pir. Yaxshi, yeplab sen ekonomikani ko'tarib olamiz. Tak. Hozir bozorda yeshil qattiq qimmat ketdi. Gaz 13 ming. 13 ming gaz. So'ng uchun bugun sizlarga topshirma bo'ladi. Hammangiz bugun rayonlaringizga qaytasiz. Ertaga bidaydan bo'sag'an yerlarga 100 gektardan yeshil egasiz. Bu hammamiz yeshilga bersak, ana abarzon bo'lib qoldi yeshilligi. Xalq arzon-zot yesin. Tak, aranızda Noxpen qo'shaylik ko'rinmaydi. Ular 60 million chiqarib kven berib o'tirib. Güzel. Demek onlarda lishni akşa var. Ale hürmetli yetisi bitip Bizlar ham ko'ngilda ne Noxpen. Biri. Sentyabr. To'xta. Mana kvendan bir qatıllarning igrasida qilibsiz siz. Hürmetli екі hakim ağam. Nega sizlarning az qanday boshlamaningizning sebebini qolgan rayonlarim qiyimildab boshladi. Xudo qalasa hammamiz o'shanday rayonlar bir bo'lib, hamma birgalikda ishimiz olib boradigan bo'lsak, biz yoshlar har doim sizlar uchun yaxshi natijalarga erishishga va'da beramiz. Sizler bilen birge bolgan özüm qara qalpagı hamda 5 qalas bilen maqtanatug'un 5 qala. Talzirler maydani ko'rib tanlovimizning 5-chi bo'lib o'z hunerini ko'rsatuv uchun O'mirbek laqini Jurta Shimbaydi Shomanayga ko'chirgan Shomanay Kven komandasi sahnada marhamat. Yangi baytning yerkiday bolalari kelib qoldi. Assalomu alaykum. Yigitlar. Sabringizni menga. 40 milyon bale. Al do'stlar, Sabreddin Kumenga xo'sh kelibsiz.
жігіттер, міне кіммен? 60 миллион сом ақша қойған. Қош! Қанша? 60 миллион. Ой, кей! 60 миллион қойған ба? Ақшасы көп болып тұр ғой сонда, я? Ақшасы көп демейсің. Бай дейсің, бай. Бай демейсің? Шишкар дейсің болады. Жігіттер, ондай болса мына екі хакімді мақтайық. Көшенің хакімі өткенде жастармен ұшырасты. Әрқайсының қолына бір-бір ұрышкіден берді өзі. Енді Қожелге барып тұр, мұражат көбейіп кетті ол. Ал жігіттер Нөкіс қаласының хакімін мақтасам. Хакім болмастан алдын ана панамилік деген сүтті істеп шығарып сатты. Қатықты істеп шығарып сатты. Қаймақты істеп шығарып сатты ал. Жігіттер? Сүт қатып сатып хакім болып кетуге болады. Мұхан, не қылып тұрсың? Егер білсең, хакім болғаннан кейін бар ғой, Нөкіс қандай сұлу болып кетті. Нөкісте қандай күш құратты, білесең бе соны? Нөкіске күш қаратты ма не? Ондай болса, құрметті хакім аға, біздердің шоманайымызға да азғантай болса да күш көрсетің. Серік, күш көрсетің демейсің, күш қаратын дейсің. Біздің шоманайдағыларға күш көрсетпесе істемейді. Серік, сен маңнайыңа қызыл бұзат шыққан ба, ана қара? Сенде де бар. Біздерде де бар. Жігіттер, мына Нөкіске келіп жақпайтын бірдеңе жеп қоймадық па? Үстіміздің бәрі қызыл тошы болып тұр қазір. Елан жақпайтын бір нәрсе жеп қоймадық, жақпайтын бір нәрсе айтып қойдық па деймін. Жігіттер, мына Қарақалпақстанда 17 район бар. Мына 17 районның хакімдері жастарға тұпар қарап, міне бүгінгіде 60 миллион ақша берсе, әрқайсымыз бір-бір машина мінеміз. 16 район десең? Ондайға ақша тігетін болса, біздердің хакім қосылып ойнап бұндай кезде. Жігіттер, сонда да мен Қожелінің хакімінен наразымын. Неге? Олама наразымын. Қожелде тұратын біздің сестра бар ғой. Сол хакіметіне жәрдем пұл сұрап барған ғой. Ақша жоқ деуге бар екен ғой. Бар екен ғой. Сіздер не қыл деп жатырсыз, Не қыл деп жатырсыз күнімен? Не қыл деп жатырсыз күнімен сіздер? Ой, естіген ғой, бастан-бастап ойнап та. Кім айтты еркедің? Оны естім. Не бұл? Хакім мынандай деп. Оны жатан айтпа. Енді жұмыс істейді қайсың жаман. Жұмыс жоқ біздер. Жұмыс жоқ. Мастық соп сөйлем жұмыс жоқ па? Жоқ. Сіздердің жұмысыңыз болмауы мүмкін. Ертең мына хакімдердің сіздермен жұмысы болады ертең. Расында мына не оның орнына біздердің де шомалайда қол келмегенімізді, сауға алып келгенімізді айтың. Мінекей жөнелеге шапан кигізе болсын. Жөнелеге шапан кигіземіз. Ол не қыламыз кидіріп аға? Ерде айтып еді ғой, шомалай жігілер кидіріп кетті деп. Оннан да мына шоманайымыздың хакімнің жеткелгілерін айтың, жұмыс істегендерін айтың. Тоқта, шапан болма. Шапан мәселесін қозғамақшы болма. Енді кейін отырсын дейді шапанды. Шапан деген затты қозғамақ болма. Жеңізген өйдім, шапан мәселесі жетісі күні белгілі болады. Тоқтатқан шын ақын. Мына шоманайдың хакімнің жұмыс істегендерін ақында айтың соларды. Міне мысалы, міне Шоманай районы, мінекей хакімі, мысалы бір жыл бойынша істеген жұмыстары. Өткенде Шоманайға заманауи талаптарға жауап бере тұғын көпір салып беремен деді ме? Салып берді. Шоманайдың бәрін асфальтлайман деді ме? Асфальтлады. Ана хакіметтің қасындағы полигонды ремонтлап беремен деді ме? Ремонтлады. Сіздер мына Нөкіске шығатын уақытыңызда әрқайсыңызға 1 миллионнан беремен деді ме? Берді. Берді ғой енді. Берді ғой. Бұл кейінгі бетті ашатын құқы ғой бұл. Енді жаңа әкімнің жұмысын айтайын.
тоқтаң. Не? Не мынау, орнына мына Шоманайда ремонтланбаған зданияларды айтыңызшы. Айтың. Проблемаларды айтып қалай? Айтып қалай. Аласың. Yaxşı. Ремонтланған екен. Әне соны айтып. Ола қала берсе мына бульвардың бойында бір здание бар. Соны айтың. Соны айтып. Ремонтланып жатып келдім. Ең бастысы, Ахметтің қасында бір здание бар. Сол. Onunla Şomay transferist yok etme, çıkartın olaydı. Olay болса, Viagra'ны жылаға беріп, арматура қылып пайдаланып жүрген Шомайдың жастары келді! Баршаңыз білесіз, Нүкіс қаласында 16 этажда дом саламатыр. Со домға бірінші этаждан 16 этажаға пешком лай тауысатқан бала. Ба, қайта қойды. Әмеңіз білесіз, карантин уақытында әмін нәрсе онлайн болып кетті. Мал тудыратын ағамыз малды онлайн тудырса қалай болады? Alo, ne kıldın, bardın ba? Sen bana ne kıl? Aha, kuyruğunu koşur. Aha, koşur. Yendi kör. Kör. Yok! Hala yok basma. Ben kesin bana dedim, ben gördüm onu. Ben görüşeceksin. Ay, sen, bu kadar vurmaksan, aşağıda sıyırdı görsen. Tam жаңа көрген бірінші этаждан 16 этажға пешком тасып атқан алай баладан көрініс 2. Mınan bəyən ap qaytdın ba? Geriden. Әмеңіз мафияларды білесіз. Мафияға таза бала қосылып қалса қалай болады? Жоқ болса, мына жаққа жүрсеңдер. Рахмет достар. Біз бүгін Көшелі районы хакімі әмде Нүкіс қаласы хакіміне міндетташылығымызды білдіргіміз келіп отыр. Себебі біздің Шоманайдағы 7 жастан 70 жасқа шекемгі қазіргі жігіттердің басын қосты. Солардың басында басшылық етіп, өзінің ақыл насихатын беріп, билік ететұғын жас би ағамыз Ilham Saymanov әттен арамызда жоқ. Яқ Юш, сен алжасызын. Ilham ағамыз біздердің арамызда. Ол жоғарылардан тұрып біздерді қолдап тұрды. Чемпионсыз қалғандай айрылып, әзіл сөз қанаты қайрылып, әмметтен алған жас би болып, ұмытып болар ма сіздерді, ұмытып болар ма сіздер. Рахмет!
Бүгінгі шартымызды жұмақлау үшін және бір команданы сахнамызға мәрет етеміз. Әлбетте бұл қол жабала қошеметлеріңізбенен ортамызға Қаратау Куен командасы, мархамат. Қаратау командасы. Япырмай, 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 япырмай. Кімен болашақ дейме? Андық істе жаңалықлар көп дейді. Қыз өткенге қыздар тастап атыр дейді. Апайлар жолды тосып атыр дейді. Проблемалар әсте шешіліп атыр дейді. Бүгін қызық күн болады дейді. Қошенің хәкімі сің дейді. Нүкістің хәкімі дін дейді. Екеуі қосылып кіріп өткен атыр дейді. Ал басқа хәкімдер қайда? Оқмай, мыналарын қайте. Мыналарын қайте. Ассалаумағалейкум, әзиз инсанлар. Міне жігіттер, бүгін Нүкістің хәкімі менен Қожайынның хәкімі 30 миллионнан пұл шығарып, бірінші орынға 40 миллион қойып отқан екен. О, қане көрдіңіз бе, 20 миллион жоқ уже. Айза, наңнан адамсың ақырына шейін менсі, екінші орынға 15 миллион қойып отқан екен. Көз біліп қарсын арасы 5 миллион жоқ десе ғой. Наңнан адамның асқы, ақырына шейін менсіңіздер, үшінші орынға 5 миллион қойып отқан екен ал. Көрдіңіз бе, әммесі толық. Ол қалай? Расторан бірзақ шешіп алайық, құрметті зам әкімдер, бірзақ шешіп алайық. Мынау расторан күбек жатқан бұл ма? Прос айтып отқаным, мына көбеннен кейін сотқа адам жүрмейік. Сотқа қатаған ешкім, және жеңілдетілген кредитке көріп, берген бұл 3 сағат төлеп жүрмейді және. Yaxşı baxın. Жігіттер, көз алысқа келіп тұрың. Ойыннан кейін хакимияттан зона кетіп тұрса қалай болады? Көрейік. Ассалаумағалейкум. Растамасыз ба? Ассалаумағалейкум. Хакимият не едік қой? Аха. Кеше 40 миллион бойынша шығып жатыр. Ал, айта бер. Соңға 20 миллион қос көк асфальтлайтын бұл еді ғой. Bildim, aşıklar gitti, alak süt batıydı. Sütçeneni 20 milyon Қожайынның көпірін үстеміз керек. Alak süt çıkma gitti, al ayta bere. Және бір 10 миллион келіп соққа керек болып тұр бет. Ay, mağan bir adam. Sen bana ayta otқан 40 milyonumuz 20 milyon болып кетті және артыма. Енді сонша 40 миллион ұтып жатсың, не қылады? 10 миллион жәрдем бергенде. Негізі біздер критикалық командамыз. Кеше жақында концерт бердік. Проблеманы айтамыз деп базардың қасында көпірді театр айта бердік пе? Айта бердік ау. Тек құдайға шүкір. Одан кейін Нүкістің базары. Ал көл болып кетті, өйтті деп айта бердік пе? Айта бердік ау. Істеп жатыр құдайға шүкір. Соған қарады мына команданың атын өзгертейік пе жігіттер? Айта деп. Ел қызметінде деп. Анамның проблемаларды шешіп жүрген екенбіз ғой. Және не проблема бар, бұл шешіп тастайық. Ay, ne problemada өзгертетін болсақ, мына амфитеатрдың атын өзгертейік ау. Не мәнісі мынау амфитеатр деген? Не мәнісі мынау? Не мәнісі? Рәсул. Амфитеатр деген грек тілінен алынған болып, амфи деген ашық деген, театр деген театр деген. Амфи деген ашық деген ма? Ауа. Амфи деген оқылай емес пе бұл? Көшеде кетіп баратсаң, бір қыз кетіп баратса, қарындас мен сізге амфи болып қалдым, біздің қолай істемесің. Ей, о сөзді сыртта айтпайсың, сүйерде айтасың, сүйерде.
Қолың шошайта берме маған. Сырттай тоғымен сөйле дейсің ғой. Қолың шошайта берме маған. Сырттай дейсің оны. Басың шошайта берме маған. Сырттай дейсің оны. Қолың шошайта берме маған. Құллас айтқанда бүгіннен бастап мына амфитеатр ашық театр деп айтамыз ал. Яхо, аға, болмайды. Біздің халыққа ашық десең әмес кіріп кетеді ғой. Қабылдай берме маған. Олай болса көп нәрселердің аты өзгерді өрген Қаратау командасы. Біз кеттік! Шұқырат, берменге. Кеттік дей бермеші, айнанайын. Кеттік деп айта берме. Өзі мына шетте кеткендер қайтара алмай атқан оқты. Бергеш бермәге, нәм жастағы адамдар бұл барып келе беретін не үшін бұлар? Нандай ғой? Үйге қайтпады, бір кетік деп ол сонымен қайтып кетейік. Сондай ма? Бүгін еш команда жарыс бар? Бүгін біздерден басқа 5 команда бар. Адам басына бір командадан туыр келіп тұрған ма? Сен правол күні жүріп пе? Адам басына бір жағынан айттың ғой, не болсын? Басыңыз команда ғой ол, команда. Олар қалай ептейсің? Еплеуге болады ғой? Қалай ептейсің оны? Еплеуге болатын болса, онда маған 2 команда бере қойыңа, өзім еплейін. Sen ne kıl anam? Üstürt çuzuzlarına eple болады сол. Дәстан, үстір жүзғаны жылда еплеп жүрген команда ғой. Ешерім таза команда біз қосып еплейік. Ол да ағалар. Бір командаға еплейтін болса, маған Пегасты беріңме, бір Пегасты еплейік. Рахатжан, айнанам, алды сен өзін еплей болса? Одан кейін ойласып көреміз, Пегас саған береміз бе, я сен Пегасқа дейіз береміз көреміз. Мына кеп атырған адамдарға командамыздың атын таныстырайық. Құр жүрелер айтып жүрер тағы мынау командасын таныстырмады ғой, төмен балығы жүрер. Неге? Төмен балығы бәрі күменге келіп біліп отмай жүр ғой. Күменге келетін білінше, бірақ заңа әкімдер сіздерге ташаббус деп айтпады ғой әйтеуір, Мынау күмен мынау. Командамызды таныстырайық. Мынау Қаратау деп қойғанымыз мақсат Қарақалпақстан Республикасына кіріп кеткен уақытта үлкен тау бар Қаратау. Соған қойды, сондай биік болайық, сондай бар. Ауа групп деген біздердің қауендер айтып кетейік, енді ақшасын артық. Ең бастысы біздердің команданы қолдап тұратын артымызда үлкен ағамыз бар. Әзілер саласыз құрындай, жайқын құл деп қалғандай, Илхам бей ағасы жалғандай, ұмытып болар ма сіздерді, ұмытып болар ма сіздерді. Бүгін біз Илхам Саймановты еске алуды қарар еттік. Себебі достар, біздер Илхам Саймановтан ойнаған әзілерін, ойнаған көмелерін көріп, біз ұстатаға қайдан басқамыз. Илхам достым, біз сені ешқашан ұмытпаймыз. Тек қана біз емес, сені бүткіл халық ұмытпайды. Қарекеңнің ісі жеріне де 5 кетсін қонады да. Рахмет! Сіздермен бірге болған бірінші шартты тош жүлде 8 минут ойнаған Қаратау командасы! Бол. Сәлемнама шартымызды жұмақлап берген Қаратау командасына қол шапалақ қошеметтерімізді қоямыз. Меймандар, әзілдер майданы көрік таңлауы сәлемнама шарты жұмақланды. Уақыты 8 минут, максимал балл 5 балл. Масқаралау әмде ұнамсыз әзілдерге, әрекеттерге 0,5 жарима баллы салынады. Демек, бірінші шарт бойынша төрешілер құрамына жүзденеміз. Олардың бірінші шарт бойынша командаларға қойған баллармен таныс боламыз. Төрешілер құрам тайым болса? Мархамат, төрешілер құрам тайым болама дегенше, командалардың барлығын сахнамызға ізбездікте шақырамыз. Екінші этап сұрау жоқты бастау үшін
Пегас Квен командасы сахнаға келеміз, мархамат. Музыка болып тұрсын, DJ. Пегас Квен командасы сахнаға. Үстірт жұлдызлары командасы сахнаға. Үстірт жұлдызлары. Қоңырат районы Қарақалпакия поселкесінен келген мастер командасы сахнаға. Бүгінгі конкурсымызда, бүгінгі көрік таңлауымызда 4-ші болып қатынасқан 5 қала командасы сахнаға. Бесінші болып көрік таңлауымызда қатынасқан Шоманай Квен командасы сахнаға. Әмде жаңа ғана өз көріністеріменен сәлемнама шартын жұмақлаған Қаратау командасы сахнаға. Мархамат. Құрметлі төрешілер құрамы. Дайын болсақ, бірінші шарт. Әзірлер майданы атамасындағы көрік таңлау сәлемнама шарты бір көрісіп қояйық. Уақыты 8 минут, максимал балл 5 балл. Бірінші шарт бойынша төрешілер құрамыма мархамат командаларға қойылған баллармен танысып аламыз. Бірінші болып өз өнерін көрсеткен Пегас командасына қойылған баллар. 4, 5, 4, 4, 4. Қол шапалақ қошеметтеп тұрамыз. Екінші болып өз өнерін көрсеткен Үстірт жұлдызлары командасына қойылған баллар. 4, 4, 3, 4, 5. Қол шапалақ болып тұрсын. Бүгінгі көрік таңлауымызда 3-ші болып өз өнерін көрсеткен Қоңырат районы Қарақалпакия поселкесінен келген мастер командасына қойылған баллар. 5, 5, 5, 5, 5. Бір дауыстан барлығы 5. 4-ші болып өз өнерін көрсеткен 5 қала командасына қойылған баллар. 5, 5, 5, 5, 3. Шоманай Квен командасына қойылған бақалар. 4, 4, 4, 4, әмде 5. Сәлемнама шартын ең соңғы жұмақлаған Қаратау Квен командасына қойылған балалар. 4, 5, 5, 4, 4. Рахмет. Демек, бірінші шарт бойынша бағаларымызды естікте алдық. Баршаңызге көңіл күйбет елі шартлеріміз бар. Көңіл күйбет түсірмейміз.